Benim adım Taşopan. Bugün biz sarı maydın kalay жасалатын көрсетеміз. Мен Дінмұхамед Таңшолпанның анасымын. Қызым екеуміз сармайдың қалай пайда болатынын көрсетеміз. Ол үшін біз бірінші сиыр салып аламыз. Осы сиырдың бір ғана сүтінен неше түрлі пайдалы денсаулыққа пайдалы тағамдар алуға болады. Ал біз бүгін сармай қалай пайда болады деген тақырыпта осы сиырдың сүтінен сармай жасайтын боламыз. Мынау біздің сиыр салғандағы сүтіміздің бетіне түскен кілегей. Енді осы кілегейден біз сармай жасаймыз. Мынау біздің сүттің бетіне түскен кілегейіміз. Енді осыны біз араластырып, бұдан араластырғаннан кейін сармай пайда болады. Мынау анашым екеуміз жасаған сары май.